Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бұл видеода мен сіздерге Pinduoduo сайтын қалай обновить етеміз, немесе Pinduoduo сайттың Play Marketте жоқ, оны қайдан табамыз сол туралы айтатын боламын. Мына жерде Play Marketке кіріп Pinduoduo деп жазсақ, мінекей өздеріңіз көріп тұрғанда, қазір Pinduoduo сайты Play Marketте жоқ болып кеткен. Ол үшін Google-ға немесе Яндекске кіріп Pinduoduo скачать немесе Pinduoduo обновить деп жазсақ, бізге сайт шығарып береді. Сол сайттан өзімізге қажетті, мінекей мына сайт, бірінші тұрған сайт, соның үстінен басып, өзімізге қажеттісі, мінекей мына последний версия деп тұр ғой, соны телефонымызға жүктеп аламыз. Телефонға жүктеп алынғаннан кейін мой файлдың ішінен мынандай жаңа жүктеп алған ссылкамызды табамыз. Үстінен басып, мінекей осылай шығады. Так, настройки. Мына жерде разрешить дейсіздер. Мінекей. Установить. Мінекей осылай Pinduoduo сайтын скачать етіп алсақ болады. Обновить еткенде де тура осылай. Открыть. Жасыл үстінен басамыз. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Міне бізде мына көктің үстінен басып, егер регистрация жасамаған болсаңыз, регистрация жасайсыз, немесе осы көктің үстінен басып, қайтадан телефон нөміріңізді енгізіп, егер нақсап шыққан болса, мына жерде негізі кодтар шығу керек қой бізде, каждый мемлекеттен нақсап шыққан болса, телефоныңыздан қайтадан артқа қарай шығып, мінекей. Pinduoduo сайтын қайтадан кірсеңіздер, осы жерде шығады, немесе телефоныңызды перезагрузка жасаңыз болады. Ары қарай уже сіздерге түсінікті, менде каналда видео бар, регистрация жасау дегені. Сол жерде қарап алсаңыз болады, егер регистрация жасамаған болсаңыз, ал егер уже қайтадан обновить еткен болсаңыз, уже сіз ары қарай білесіз, бұл жерде қай жерде қалай нені басу керек екенін. Егер видео ұнаған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, менің жаңа видеоларымды көру үшін қоңырау белгісін басып қойыңыздар.